Іле ауданы Асқар Тоқпанов атындағы ауыл тұрғындарының бейбіт күнде берекесі қашып тыныстары тарылып отырғалы 15 жыл. Себебі жергілікті тұрғын 60-ты алқымдаған кейуана үй ауласында 40-тан аса шошқа асырап отыр екен. Онымен қоса адал түлікті арам етіп ешкіні де бірге қамаған. Өз нәжісіне өзі малынып, қораластарының өлексесін жемтік еткен шошқа иесіне ешкімнің шамасы келмегені ме? Тұрғындардың назын бірге тыңдайық. Қайырлы күн, сіздермен бірге Алатау Ньюс және мен Мөлдір Иманмади. Толығырақ ауылым айтсын. 15 жылда көріп жатқанымыз мынау. Ешқандай ештеңе істей алмаймыз. Терезе аша алмаймыз, өмірі. Кір жая алмаймыз, балалар шығып ойнай алмайды. Мынау деген сұмдық енді, білмеймін енді, айта алмаймын. Акиматқа барып бәрін жаңағы ысыраптарын салдырып жатырмыз. Даудамайды, шақырдық. Ешкім ештеңе істей алмайды. Осың бізге қиын мына жерде тұру деген, мусор деген ужас, иіс. Ужас, айта алмаймын. Онымен бірде жай ғана сөйлескенмін. Не болды Таняу, не болды мына жерде деп. Шыда мен кетем деп. Өтірік айтады. Постоянно шыда мен кетем, үйім сатам, кетем. Солай бізге постоянно. Бұл ғана емес, сасық емес, өлекселер жатады постоянно. Біз Таня ананың көзін құрт деп неше рет айтқаным бар. Сөйтсем оны алады екен де ана боқтың астына көмеді. Өткен кезде мына шошқалары да, нелерде жүгіріп, даже балаларға да не бермейді, жүруге де мүмкіндік бермейді, қалай қуалаған балаларды, оларды тағы да мына мұсырды күнде қарасаң, күнде жинап әкеп жатады. Мына жүрудің өзі міне жерге дейін шығып та кетті ғой, даже көріп тұрсыздар. Оның үйінің жанына жақындауға да мүмкіндік жоқ. Сасық, кішкене мен алыстау тұрсам да, біз жаққа келеді сасықтың бәрін. Енді бұл кісіге бір шара қолдану керек. Бұл жерде санитарлық норма, экологиялық норма, жаңағы сонымен қатар нормы жаңағы үй жануарын ұстау ережесі бар, правила содержания домашних животных дейді. Соның талаптары өрескел бұзып жатқанын көрдік. Бұл жерде тұру мүмкін емес. Бұл жерде халыққа тұрып жатқан көршілерге обал. Қазіргі күнде біз әлі толыққанды айта алмаймыз, өйткені бұл кісімен әлі бетпе-бетте мен өзім кездесіп сөйлескен жоқпын, бұл кісінің түрін көрген жоқ. Қазіргі күнде үйіне кіріп, соның бәрін көру керек болып отыр. Үй иесінен жауап аламыз ба деген үмітпен үйіне кіріп едік, бірақ мына жерді үй деп айтуға аузымыз бармай тұр. Жануарлары қандай жағдайда өмір сүріп жатса, өзі де дәл сондай талапты тіршілік етіп жүр екен. Кіріп шықтық, бірақ мен қазір сіздерге не сезініп тұрғанымды айтып жеткізе алмаймын. Бірақ аз ғана уақытта өзіміз жұтып жүрген ауаның әр тамшысының қадірін білдім десе болады. Ал 15 жылдан бері осыны жұтып, осы ауамен дем алып жүрген тұрғындардың сабыры шексіз екен. Оның үстіне мына шошқаның былығы аздай, мына жерге аулаға, көшенің бойына жан-жақтан жинаған қоқсықтың барлығын алып келеді екен. Сотқа арыз шағым түсіріп, осы кісіге жаңағы шара қолдану керек болып тұр. Өйткені
бір шетінен бұл кісінің қазіргі таңда жаңағы өзінің бір ауытқуы да бар. Өйткені біз жаңағы көршілердің шағымымен өзімізді жаңағы ауылдар аралау барысында келіп жаңағы айыппұл салған кезде бұл кісілер жаңағындай бір теріс қылықтар көрсетіп өз-өзіне қол жұмсаймын, жаңағы менің мүлкіме тиісетін болсаңдар деген жаңағы өзінің бір уәждерін айтады. Сол себепті бізде бұл жерде қазір нақты соттың шешімі керек болып тұр. Бұл кісіні жаңағы жатқызып емдетіп, одан кейін осы жаңағы өзінің шаруашылығын ретке келтіру бойынша. Қазіргі таңда бұл жерде жаңағы бізде 20-ға жуық айыппұлдар салынған. Жаңағы экология департаментінен де жаңағы санэпидстанциядан да, бірақ алайда бұл кісі жаңағы өзінің жұмысын жаңағы өзінің ауласына осындай бір үлкен келеңсіздік туғызып, ауылымыздың тұрғындарына осындай бір жағымсыз жағдайлар жасап отыр. Жергілікті атқарушы органдар жауаптының бұл жолы жай ғана айыппұлмен құтылмайтынын айтты. Іс қазір сотта қаралып жатыр. Сонымен қатар бұл кісінің ақыл есінде ақау бар ма дегенде күдік бар. Ендеше барлық күдік расталып, халықтың үндегендегі үміті ақталып, барлығы оңынан шешіледі деп сенеміз.